Сәлеметсіз құрметті көрермендер, бүгінгі біздің видео сабағымыз басқаша форматта өтпек, яғни біздің мектебіміздің өзін өзі басқару ұйымының профориентация министрлігімен қоса өтеді. Бүгінгі біздің сабағымыз яғни біздің мектебіміздегі бағалау критерийлері мен бағалау бағдарламасы, және де осы бағалау бағдарламасының арқасында бізге берілетін жоғарғы оқу орындарына түсетін мүмкіндіктер туралы болмақ. Яғни жалпы біздің мектебімізде әртүрлі экзамендер өтеді. Олардың яғни 90-дық бағалау және жылдық бағалау бойынша. 90-дық бағалауда біздің мектебімізде ішкі жиынтық бағалау деген экзамен бар. Яғни ол әр сабақ бойынша 7-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін өтеді. Әр 90, яғни осы бір 90-да 12 немесе 10 сабақ бойынша осындай экзамен өтеді. Жалпы 10-ші және 12-ші сыныпта осында бағалау критерийі бойынша сыртқы жиынтық бағалары өтеді. Сыртқы жиынтық бағалаудың басқаша аты MES болып табылады. MES-тің аббревиатурасы, яғни орысша айтып кетсек, яғни международный экзаменационный совет Кембриджа, яғни Кембридждің бағалау жүйесі бойынша өткізілетін іс-шара болып табылады. Сондықтан да 10-шы және 12-ші сыныпта алатын біздің экзамендік бағаларымыз болашақта біздің аттестаттарымызға немесе жоғары оқу орындарына түсетін кезде бізге берілетін мүмкіндік болып табылады. Яғни осы экзамен туралы келесі біздің профориентация министрлігінен коллегаларымыз айта кетер. Всем привет! Мы Министерство профессиональной ориентации, меня зовут Савелий, это Алем. Сегодня мы вам расскажем о том, что дает ученикам Назарбаев-Федеральных школ международный сертификат CIS. Во-первых, благодаря аккредитации ученики Назарбаев-интеллектуальных школ могут спокойно поступать в немецкие вузы, и все это благодаря хорошим оценкам. Да, также многие казахстанские университеты признали сертификат Назарбаев-интеллектуальных школ, и такие вузы, как КБТУ, УИД, Нархоз, КИМЭП позволяют нашим ученикам за хорошую успеваемость тоже поступать на второй курс. Такие университеты, как МУИД, дают возможность поступить на бакалавриат информационной безопасности. Такой университет, как Нархоз, дает возможность поступить на бакалавриат системного бизнес-администрирования. Вот. Также Назарбаев университет дает возможность нашим ученикам за хорошую успеваемость поступать в университет без фаундейшн. Но важно не забывать о том, что в Назарбаев университете нужны хорошие оценки, которые вы получали во время учебы. Жалпы мектептің беретін осындай мүмкіндіктерін қарастыра отырып, өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді бағалай отырыңыз. Себебі біздің тапсыратын экзамендеріміз жалпы ұбт-ға ұқсас емес, сондықтан да біздің толық жауабымыз, толық біліміміз осыны қажет етеді. Сондықтан да егер сіз 6-шы сынып оқушысы, 6-шы, 5-ші сынып оқушысы болсаңыз, егер сіз НЗМ-де оқып отырсаңыз да, осындай экзамендердің қаншалықты маңызды екенін, қаншалықты мүмкіндік, қаншалықты күш-жігерді талап ететінін толықтай түсінуіңіз керек. Сондықтан да жалпы осындай жоғарғы оқу орнына түсу мүмкіндіктерін бағалай отырып, біздің Назарбаев зияткерлік мектебіміздің бағалау жүйесі қаншалықты тиімді екенін, қаншалықты күшті талап ететінін түсіну қажет.